Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. 2 күндік бүгінгі курсымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта сіздерге армандастар әнін үйрететін боламын. Тегін сабағымда кешегіде айтып кеттім, жаңағы домбыра үйретудің түсіндірмесін. Бүгін армандастар, құрдастар әнін үйрететін боламыз. Бастапқы 2 жолы жаймендеп көрсетем сандар арқылы. Басында 0 мен 0 баспаймыз, пернені баспаймыз. Төмен жоғары. 2 қағыс төмен жоғары. Сосын тағы 1 қағыс баспаймыз 0 мен 0. Сонда 3 қағыс болды. Сосын келесі астынан екінші перне. Астынан 1, 2. Мынау бірінші перне, астындағы сызық бөліп жатыр, одан кейін екінші перне. Екінші пернені басамыз жоғарыға. Қағыс жоғарыға. Сонда 4 қағыс болды. Қосамыз барлығын. Түсінікті ғой, міне. 3 қағыс. Сосын екінші перне жоғарыға. Әрі қарай үшінші перне төмен, жоғары, төмен. Сосын 0 мен 0 жоғарыға ашық. Міне осы айтқанымды қазір қағаздан көрсететін боламын. Қараңыздар. Міне мына жерде өткендегідей сандар арқылы санап табамыз. Міне үстіндегі санды үстінен, астындағы санды астынан. 0 мен 0, 0 мен 0 басылмайды. Міне жаңа айттым. Мына пернеден баспаймыз 0-ді. Ашық қалады. Енді міне 0 мен 0 баспаймыз, қағысы төменге. Мына тау сияқты белгі төмен қағыс дегенді білдіреді. Міне мына екеуі 1 қағыс. Сонда 1 қағыс орындадық. Әрі қарай тағы да 0 мен 0 баспаймыз, қағыс жоғарыға. 0 мен 0. Біріншісі төмен болды. Келесісі 0 мен 0 тағы да жоғарыға. Сонда, мысалы санаймыз ғой, мынау бірінші перне, екінші перне, ал 0 саналмайды, яғни баспаймыз оны. Әрі қарай қараңыздар, міне тағы да 0 мен 0 деп тұр. Бұны да баспаймыз, мына қағысы төменге, яғни төмен тартамыз. Төмен қағыс. Сонда біз 3 қағыс орындадық. Әрі қарай қараңыздар, тағы да міне үстінде 0, астында 2 деп тұр. Астынан екінші пернені басамыз. Жаңа айттым, 1, 2. Астынан басасыздар. Астындағы санды астынан басасыздар. Жоғарыға. Қосамыз. 4 қағыс болды. Әрі қарай. Міне, мына екеуі 1 қағыс, мына екеуі 1 қағыс. Сонда 1, 2, 3, 4 қағыс болды. Міне, 4 қағыс орындадық біз. Астындағы сөзін қосып айтуға да болады, алғашқы үйренгенде айтпауға да болады. Әрі қарай кеттік, міне. Үстіндегі санды үстінен, астындағы санды астынан дәл солай таба береміз. 0, 3 табайық. 0 үстінде басылмайды. Үсті дегеніміз мына үстіңгі шек. Асты дегеніміз мына астыңғы шек. 0 басылмайды. Астынан үшінші пернені басамыз. 1, 2, 3. Міне бастым. Үшінші перне. Сызықтың дәл алдынан басып тұрмын. Қағысын қарайық. Қағысы міне жақында жүр. Қағысы міне мынау тау сияқты белгі төмен қағыс дегенді білдіреді. Төменге тартамыз. Қараңыздар. Төмен қағыс міне сұқ саусақпен орындалады. Әрі қарай. Әрі қарайда міне дәл солай таба береміз. 0 мен 3 қайталау. Үстінде 0, астында 3. Қағысы жоғарыға. Мына белгі жоғары қағыс дегенді білдіреді, яғни жоғары қағамыз. Сонда төмен жоғары.
қағайық. Жаңағы үшінші перне міне. 1, 2, 3. Қағыс жоғарыға. Бас бармақпен орындалады жоғары қағыс. Жаңа төмен қақтым. Енді жоғарыға. Әрі қарай. Тағы да 0 мен 3, үстінде 0, астында 3. Қағысы төменге. Төмен қағыс орындайық. 1, 2, 3. Міне үшінші пернені басып тұрмын. Төменге. Енді 3 қағысты қосайық. Әрі қарай. Міне 0 мен 0, қағысы жоғарыға. Мынау міне жоғары қағыс дегенді білдіреді. Міне төмен қағыс және жоғары қағыс, екі қағыстың түрі бар. 0 мен 0. 0 мен 0 басылмайды. Жоғарыға қағыс. Жоғары дегеніміз міне төменнен жоғары қарай тартылады. Енді міне біз мына жерге дейін орындадық. Міне 8 қағыс болды. Барлығын қосқанда. Осы жерге дейін, мына жерге дейін қосып орындап көрсетейін. Қараңыздар. Екіні бастым, одан кейін үшінші перне. Әрі қарай кеттік. Міне, көрдіңіздер ме? Алғашқы үйренуге жеңіл осы ән. Әрі қарай 0, астында 8. Үстінің барлығы 0, басылмайды. Тек астын басамыз. Астынан 8-ші перне, тағы да 8. Тартайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-ші перне. Төмен. Келесі. Қараңыздар. 8 төмен қағыс. Келесі қағыс жоғары қағыс міне. Қосайық. Төмен жоғары. Әрі қарай. Енді астында 7 деп тұр. Үстінде 0, астында 7. Төменге тартам. Сонда төмен, жоғары, төмен. 8, 8, 7. Қосайын. Төмен, жоғары, сосын 7. Сонда 3 қағыс болды. Әрі қарай, міне, үстінде 0, астында 5 деп тұр. Мына 0 үстінде баспаймыз, астынан 5, сосын 3. Қағысы төмен, жоғары. 5, 3. Қараңыздар міне. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Төмен, сосын 3-ші перне. 1, 2, 3. Жоғары. Енді мына жерді мен қосайын. 8, 8, 7, 5, 3. Қағыстары алма кезек төмен, жоғары, төмен. Мына төменнен кейін қайттан төмен басталады. Сосын жоғары. Қосайық мені. Осындай әуен шықты. Енді қараңыздар, міне бір жол аяқталды. Енді мына жерден бастап мына жерге дейін осы бір жолын қосып орындап көрсетейін. Асықпай көрсетемін мына жерден бастап. Бір жолын біз үйрендік. Араларын үзбей қосып тартқан кезде былай болады. Осылай. Бір жолы түсінікті деп ойлаймын. Енді әрі қарайда екінші жолы енді түсіндірем. Екінші жолда міне бірінші жолдағыдай сандарды санап табамыз. Дәл осы жаңағыдай. Міне үстінде 0, астында 2, 2, 2 қайталау. Міне 3 қағысты бірден тартып көрсетейін. Төмен, жоғары, төмен. 1, 2. Үш қағыс орындадым міне. Төмен, жоғары, төмен. Келесі астынан 3-ші перне. Қағыс жоғарыға. Міне 4 қағыс болды, 1,
ары қарай міне шамал болады. Міне үстінде 0, астында 5. Қағысы төмен, жоғары, тағы да 5, төмен, жоғары, төмен, сосын астынан 8-ші перне. Қағыстары алма кезек. 3 рет 5-ші пернені басамыз, төмен, жоғары, төмен, сосын 8. 5-ші перне. Үсті басылмайды. 1, 2, 3, 4, 5. Төмен, жоғары, төмен. Сосын 8-ші перне. 5, 6, 7, 8. Рет-ретімен. Жоғарыға. Қосылған кезде. Осындай. Әрі қарай кеттік. Қараңыздар, міне үстінде 0, астында 7. Төмен қағысы, мына қағыс жоғары. 7, 7, 5, 3. 7, 7, қағыс төмен, жоғары. 5. Міне, екі қағыс 7-ге, төмен, жоғары, сосын 5. Әрі қарай, міне, үстіне 0, астынан 3. Қағысы төменге. Төмен, сосын астынан 2-ші перне, жоғарыға қағыс. 3 төменге, сосын 2-ші перне, жоғарыға. Енді мына жерді қосып орындап көрсетейін. 7, 7, 5, 3, 2. Қағыстары төмен, жоғары, төмен, жоғары. Қосып орындап көрсетейін. 7, 7, 5, 3, 2. Сонда мынадай әуен шықты. Осындай. Енді біз 2 жолын аяқтадық. 2-ші жолын қосып орындап көрсетейін барлығын. Міне бұлай. Осындай әуен шығады 2-ші жолында. Енді мына 1-ші жол мен 2-ші жолды қосып орындап көрсетейін. 2 жол қосқанда мына 2 жол жаңа түсіндірдім. Осы 2 жолды қазір асықпай тағы тартып көрсететін болам. Қараңыздар, міне басында 1-ші жолдан бастағанда 3 қағыс басылмайды. 0 мен 0 перне баспаймыз. Содан кейін 2-ші перне. Сосын 3-ші перне. Ашық. 8, 7, 5, 3. Сонда бұлай болды 1-ші жол. Екінші перне 3 қағыс, 3-ші перне 5, 8, сосын 7, 5, 3, 2. Сонда міне асықпай айттым. Енді араларын үзбей қосып ойнаған кезде былай болады. Сәл тоқтайсыз. 8-ден кейін. Міне 8-ге 2 қағыс бар мына жерде. Міне осы жерінде тоқтайсыз, сәл содан кейін 5, 3. Қайттан көрсетейін. Жақсы әуен.
Біз ауылдың түлеп ұшқан жастар едік деген сөздері осындай. Осы бір жақсы ән. Екі жолын жаңа түсіндірдім. Енді келесі сабақта әрі қарай екінші жолын түсіндіретін боламын. Көрдіңіздер ғой, міне. Домбыра үйрену қиын емес, ешқандай жаңағы әнді бастап басын басылмайды. Айттым, 0 мен 0 басылмайды дедім. Солай бастап, осы видеоны қосымша қарап, үйреніп алыңыздар. Осы екі жолын. Міне. Осы екі жолын үйреніп алыңыздар. Келесі сабақта әрі қарай үйренетін боламыз. Әрі қарай міне. Дәл сондай сандар санап табамыз. Ал енді қараңыздар. Осы екі жолын жақсылап үйреніп алыңыздар. Тек қиын емес, көрдіңіздер ме? Сандарды тек санап табасыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Ал енді сабақ үйренгеннен кейін видео сабақтар жіберіңіздер. Үйренген ретінде. Сау болыңыздар.